Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Мариям апайларыңыз. Бүгін осы видеода тоқу жиегінің бұралмауы үшін қосымша әдістерді көрсетемін. Әдетте тоқыманың оң жақ беті оң тоқумен тоқылғанда төменгі етек жақтары немесе жоғары жақтарының жиектері бұралып, қайырылып кетеді. Соны қазіргі осы видеода қосымша әдістермен қалай тоқылу керегін көрсетемін. Міне қыздар, өздеріңіз көріп тұрғандай, мына оң жақ беттегі тоқылған зат үлгі. Бұлай спицамен былай көтерсек те, былай көтерсек те өзімен өзі жиырылып, жиналып қала береді. Осылай жиналып қалмай, тікелей тұратындай, тоқығаннан кейін тікелей тұратындай әдіспен қазір тоқып көреміз. Енді тоқуды бастап көреміз. Теріс жағын өзімізге, сыртқы жағын ішке қарай қаратып қоямыз. Енді осы ілмектерді теріс жағымен классикалық әдіспен алуымыз керек. Ол классикалық әдіс дегеніміз мына видеода көрініп тұрғандағыдай, бірінші ілмекке кіргізіп, жіпті мына көрініп тұрғандағыдай сырт жағынан орап алу керек спицаға. Бұл бабушкин метод емес. Анықтап қарасаңыз, мына жұмысшы жібін оң қолдағы спицаның сыртқы жағына орап, ішке қарай тартылып отырады. Міне осылай классикалық әдіспен мына үлгіні соңына дейін тоқып аламыз. Енді теріс жақты тоқып біткеннен кейін біз осы тоқыманы оң жаққа қаратып аламыз. Енді мына спицаның көмегімен оң жақ қолдағы спицадағы бірінші петляны тартып аламыз. Екінші петляны істер кезде мынау ілмектің астындағы орамалар болады, соны үшіншісін мінекей мынадай қылып тартып аламыз. Спицамен, оң қолдағы спицамен тартып аламыз да, сол қолдағы спицаға кигіземіз. Осы жерде екі баған пайда болды. Енді екі бағанды оң әдіспен жіпті орап шығарып аламыз. Оң қол жақтағы спицаға барады. Оны енді бірінші тұрған ілмекті жаңағы жасаған бағанның үстінен шығарып аламыз. Тағы қайталаймыз. Мінекей мынау ілмектің астында 3 баған бар. 1, 2, 3. Осы үшінші бағанды тартып аламыз. Оң жақ спицаның көмегімен. Оны сол жақ спицаға кіргіземіз, енгіземіз. 2 баған пайда болды. 2 бағанды оң қылып, оң тоқумен тоқып аламыз. Оң жақта 2 баған пайда болады. Енді бірінші бағанды жаңа пайда болған екінші бағанның суырып аламыз ішінен. Тағы да мінекей ілмектің астында 1, 2, 3 баған тұрады. Осы үшінші бағанды көтереміз спицаның көмегімен. Көтеріп, сол жақ спицаға кіргізуіміз керек, енгізуіміз керек. Қазір мына жер дұрыс болмай қалды. Қазір қайталап жіберейік. Мінекей
мына ілмектің астын 1 2 3 үшінші бағанды көтердік те сол қол жақтағы спицаға салдық. Оны 10 қылып тоқып аламыз, екеуін біріктіріп. Содан бірінші спицадағыны ілмекті, ана пайда болған ілмекті ішіне тартып аламыз. Осылай қыздар жалғастыра береміз. Осы әдіспен істеген кезде мынау оң жақ бетіндегі оңмен тоқылған тоқулар жиырылмайды, бұралмайды, жиналып тұратын болады. Себебі көбінесе кейде жиырыла бергеннен кейін осындай әдістермен тоқылады. Міне қыздар, тоқу жиегі уже бұралмайды, жатық болып тұр. Міне осындай оң жағы жатаған болып келеді, қайта-қайта бұрала бермейді. Бұл енді тоқыманы тоқып біткеннен кейін жуып, кептіріп, сөйтіп алғаннан кейін бәрі де орнына келеді. Әрбір ілмектер өз орнына түп-түзу болып, жақсы болып тұрады. Бұл әдіспен пледтердің шетін тоқуға болады. Жеңнің, немесе юбканың етегі, жоғары жағы. Енді көп жерге бұның да пайдасы тиеді. Ал қыздар, егер менің видеоларым, тоқымаларым ұнап жатса, каналыма лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, қоңырауды басып қойыңыздар. Сәттілік сіздерге. Келесі кездескенше сау болыңыздар.